и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Ассаламағалейкум ағайындар. Жалпы айтып отыр ғой, біз митингке шықсақ не істейміз деп. Кезінде де жоңғар жалпы шығысынан кіріп ана батысына дейін Ақтау, Астраханды жаулаған кезде Абылай хандай біздің батырда ақылды ханымыз шығып 300-дің басын Күлтөбеде қосып не істеді? Айтыңыздаршы. Жоңғардың түбіне жеткен біздің қазақтар сол Абылай хан болады. Ал жатқан жоқ қой жаңа қазақтар жүзді, біз не істей аламыз деп. Ал жатқан болсақ, қазір біз жоңғардың құлы болып жеттік. Ал біз сол кезде бірліктің пайдасын көрдік па? Көрдік. Дәлелдедік па? Дәлелдедік. Күлтөбенің басында күнде жиын деп, сол кезде қазақтар сол бірліктің арқасында 300-дің басын қосқанды қой. Даже Қарақалпақтың өзінің басын қосып, қырғыздың бірнеше ұру бізге қараған. Тек қана қазақ емес, Қарақалпақ, қырғыздардың ішінен де біраз ұрулардың басын қосып, біз жоңғарға қарсы шаптық. Соның пайдасын көрдік па? Көрдік. Біз сондай кереметтей Қытайдың өзіне сес көрсеткен жоңғардың өзінің көзін жойған кезде мына екі шал Назарбаев пен Тоқаевты жеңу қиын ба бізге? Айналдырған жанда 200 ғана адам бар бұның. Ағайындар, ал біз болсақ кім? 20 миллион халықпыз. Соншама сенің ата жауыңды жеңгенде сонда осы екі шалды жеңе алмаймыз ба біз? Онда қайда сенің ата бабаның кешегі батырлығы, батылдығы, тектілігі, оттылығы қайда? Ағайын, басқаны қой. 2011-де Жаңаөзенде қазақ татты ма? Атты. Ол сенің бауырың ба? Бауырың. Ол сенің қаның ба? Қаның. Қандасың ба? Қандасың. Ал Тоқаев не істеді 2022-де? Атты ма? Атты. Қырды ма? Қырды. Ағайын, су аққан жоқ, қан ақты, қан. Атам қазақ айтады. Судың сұрауы болса, қаның бұрауы бар дейді. Елемейсің ба сен? Көрсет елдігіңді. Шық, сұра өздігіңнің теңдігіңді. Біз сендерге шық, қират, ойрат, жой, өрте деп атқамыз жоқ. Тек қана просто өзіңнің елдігіңді сұра. Ел екеніңді дәлелде, қазақ екеніңді дәлелде сұра. Біз неге соншама ұлан қайыр жердің үстінде отырып, астыда байлық, үстіде байлық, бірақ біз қайыршы болып отырып. Біз неге сондай күй кешуіміз керек? ақш пен Еуропада ең төменгі айлық 2 миллион, даже 3 миллион теңге, ал бізде 85 мың теңге. Сен Ауғанстанда өмір сүріп жатсың ба, қазақ? Сен соны сұрасың, ес-дұрыс адамсың, сен құл емессің, құл екеш, құлдың өзі сұрамай ма? Мал екеш, малдың өзі маңырайды, ағайын. Қарын ашқан малды, ит екеш, иттің өзі сен алдында қасына барып талас. Ырылдай ма? Ырылдайды. Ит құрлығының жоқ па, қазақ? Қой құрлығының жоқ па, маңырайтын? Сен қарның аш қой, шетінен қайыршысың, кредит. Айлығын шайлығына жетпейді. Бір несімен жабасың. Жастарын неғып жүр, қаңғырып шетелде. Боратстан, Борат деген атақталып жүр. Осы екі шалдың арқасында бізді Димаш десең танымайды. Геннадий Головкинді тек қана біз сияқты бір спортпен айналысатын жігіттер танымаса, ешкім танымайды. Қызық емес, шыңғырған Димашымен, жаңа күрзі жұдырық Геннадий Головкиннің, олардың танитын Борат. Ал бізді осы күйге Боратстан, Боратпен танитындай күйге кім түсірді? Осы Назарбаев пен Тоқаев түсірді. Ағайын, Тоқаев пен Назарбаев бір. Бұл тек қана оның бешігі қолмен шанжып қойған құршағы Тоқаев. Ал мәселенің тамырдың барлығы осы Назарбаевта жатыр. 35 жыл құл болу деген ағайын ақылға қонымсыз. Кешегі орыс екеш, орыстың өзі, Қытай екеш, Қытайдың өзі мұнандай қорлаған жоқ бізді. Жарайды, ол жат қой деп ұмыта саласың. Бірақ қазақ деген осы Назарбаев пен Тоқаев сені құлша езгілеп, тепкілеп, жастарыңды қырып, атып, керек болса соны көріңнен сен қазып алып, соттап, ал тірі қалған жастардың үстінен үтіктеу, бұл ағайын адамзат баласының тарихында жоқ. Адамзат баласының тарихында болмаған да бұл. Бір жас бала не деді? Сол үтіктен шыққан шешені құшақтап барып, шеше, мына ел біздікі емес екен деді. Міне, сен ана кеуденің қаңылтыр кеуден қарсылатып ұрып жатқан кезде, сол жас баланың өзі сезінді, шешесіне басқа ештеңе айтқан жоқ. Жүгіріп да, құшақтап, шеше, мына ел біздікі емес екен деді. Міне, ағайын, сен Қазақстанда өмір сүрсең, тірі қалған қазағының артына үтіктей ма? Өліп қалған қазақты соттай ма? Қай ата жауын көрдің сен? Қай ата жауын өліп қалған қазақты көрінен суырып алып соттады, қазақ ойланшы.
істейді ғой Тоқаев пен Назарбаев қаңтарда. Қытай істеді ма? Істеген жоқ. Орыс түгел істеген жоқ бізге. Жоңғардың өзі өліп қалған қазақты көрінен суырып алып соттамады. Қазағым. Тек қана қазақ емес, адамзаттың жауы бұл екеуі, адамзаттың. Хайуан екеш, хайуанға олай істемейді адам. Көшеде тұрған малдың өзін қырмайсың сен. Бұлар қырды ғой қазақты. Көшеде тұрған біз деген жай халықпыз, біз террорист емеспіз деген халықты қырды. Бүлдірген, шаққан, тонағанды қырса жарайды. Кешіресің, пендесің, ойланасың. Бірақ көшеде плакат ұстап тұр олар. Біз жай халықпыз, террорист емеспіз дегендерді бұйрық беріп қырдырған кім? Тоқаев пен Назарбаев ағайын. Бұл екеуі мен және де айтам. Бұл екеуін ату жазасына, бұны өлтірмеу керек, ату жазасына бұйырмау керек. Бұл екеуі тірдей ұстап, халықтың алдында, халықараның алдында, жер бетінің алдында болмаған тарих, болмаған сот ұйымдастырып, бұл екеуін ағайын зындан қазып, ана Семей полигоны бар ғой, сол жерге соттау керек. Сол жерге тек қана бұл жерде Назарбаев пен Тоқаев емес, Тоқаев пен Назарбаевтың жүйесіне қызмет еткен жағымпаз жандай шаптары, солардың 77 ұрпағы, 77 атасы, 77 ботасымен қос соттау керек. Халықара көрсін, сабақ болу керек бізге ертең күні. Дәл осы екі сияқты азғын, жалмауыз, қаншер шықпау үшін ағайын, бұл екеуін тірідей соттау керек. Бұл екеуін соттаған жаңағы зынданның астына камера қойып, әрбір қала, аудан, ауылға үлкен экран қойып, бұл екеуінің хайуаннан да бетер өмір сүрген көру керек. Тек қана қазақ емес, адамзат баласы. Жалпы адамзатқа сабақ болу керек ағайын. Біз елміз ба? Көрсет елдігіңді. Адамсың ба? Адамдығын көрсет. Құдай тағала саған мына екі аяқты тек қана жүруге емес. Мына ауызды тек қана тамақ жеуге емес. Көзді тек қана сұлулықты көруге емес. Құлақты тек қана ән, музыка тыңдауға берген жоқ. Ауызды ақиқатты ашсын. Мына көзбен көрген шындығында ауызбен ақиқат қып шығарсын деп бер. Ал егер сен Құдай берген ауызды тек қана тамақ жеуге, арақ ішуге, өсек айтуға жұмсасаң, сенің хайуаннан не айырмашылығың бар? Қарапайым халықпыз, біз террорист емеспіз. Сол үшін ағайын, шық, енді елдігіңді сұра, кеңдігіңді сұра, қазақ екенді дәлелді, ел екенді дәлелді ағайын. Сен ешқандай да тәуелсіз ел емессің. Сен ешқандай да егемендік ел емессің. Оны 2011 мен 2022-де Назарбаев пен Тоқаев көзіңе шұқып тұрып, ұрып тұрып, атып тұрып, өлтіріп, қырып тұрып, өлген жерінің көрінен суырып алып, саған дәлелдеп бер. Ал енді сен дәлелде. Адам екеніңді, ет жүректі пенде екеніңді, ел үшін, әрбір қазағың үшін, тек қана әр қазағың жақсы емес, ауызды емес, жүректі екенді дәлелде. Сонда барып сен ел боласың. Ұрпағыңды ойла, сен мың жасамайсың, ұрпағымен мың жасайсың. Жақсы, рахмет.